Барлығына сәлем. Бізде пациенттер келген кезде ең алдымен біз олардан анамнез жинаймыз және жалпы қарау жасаймыз. Жалпы қарауды негізінен медициналық универде пропедевтика сабағында үйретеді. Бүгін мен сол жалпы қарау бойынша өзімнің чек-листімді таныстырып өтемін және қалай дұрыс жалпы қараудың жасалу керек екендігімен таныстырамын. Жалпы көбінесе ауруларды көп анализдер тапсырмай немесе инструменталды зерттеу жүргізбей жатып, ең алдымен қарапайым нәрсе ол дәрігердің ол көзі арқылы анықтау керек болып табылады. Көзге көрініп тұрған нәрсенің барлығы бұл бізге өте үлкен ары қарай диагноз қоюға көмектеседі. Дұрыс қарауды жүргізу, жалпы қарауды жүргізу арқылы жақсы нәтижеге жетуге болады. Жалпы қарауды өткізіп болғаннан кейін ғана, анамнез жинап болғаннан кейін ғана науқасқа қосымша зерттеу тәсілдері ретінде лабораториялық және инструменталды зерттеуге жіберуге болады. Онда ешқандай шағымдарын жинамай, анамнезін сұрамай, жалпы қарауды жасамай, анализдерге жібере беруге болмайды. Сонымен бүгін сіздер жалпы қараудың не екенін түсініп алатын боласыздар. Ары қарай кеттік. Негізінен жалпы қарау пропедевтикада толық айтылатын сабақ болып табылады. Пациентті объективті тексеру делінеді. Жалпы қарау, яғни субъективті тексеру және объективті тексеру бар. Субъективті тексеру дегеніміз бұл науқастың өмір анамнезі, ауру анамнезі, құжат бөлімімен танысу болып табылса, объективті тексеру ол науқастың жалпы жағдайын қарау. Жалпы жағдайын бағалау. Қанағаттанарлық, орташа, ауыр және өте ауыр. Есінің күйін анықтау анық емес болады, яғни науқас келген кезде өзі келді ма немесе туысқандары ма келді ма, сол кезде дұрыстап қараған кезде немесе сіз науқастың үйіне баратын болсаңыз. Ступор, сопыр, кома болып бөлінеді. Есі тағы да патологиялық жағдайларда. Ступор есеңгіреген жағдай, қоршаған ортаға қызықпайды, сұраққа кешігіп жауап береді, бірақ жауабы дұрыс. Сопыр, пациент қатты айғайға немесе жұлқуға ғана реакция береді, рефлекстері сақталған, кейбір инфекциялық ауруларда кездеседі. Кома, пациент толық ес-түссіз, қоршаған ортаның қоздырғыштарына ешқандай жауап ретінде реакциясы жоқ, рефлекстері жойылған, өмір тіршілігіне қажетті функциялары бұзылған. Кома кезінде көбінесе науқастар шұғыл медициналық көмекті қажет етеді. Ол ауыр травмадан болуы мүмкін, немесе басқа да комалардың түрлері бар. Яғни анафилактикалық шоктың әсерінен де комаға түсіп қалуы мүмкін. Келесі науқастың отырысы. Белсенді, яғни өзі жеңіл отыра алады. Бұл жеңіл дәрежелі ауруларда немесе аурудың бастапқы кезеңінде болады. Науқас жағдайын тез өзгерте алады. Яғни қандай жерде отырғанын біледі, есі анық болса. Кейін белсенді деген өз аяғымен кіріп келеді, өз аяғымен шығып кете алады. Мысалға, егер де науқастың ішін тексеретін болсақ, оны кушеткаға жатқызу керек болса, ол белсенді түрде өзі жата алады. Ешкімнің көмегінсіз. Енжарлы. Пациент қимылсыз болады. Бас пен аяқ қолдары ауырлық күшіне байланысты салбырап жатады. Денесі төсектің аяғына сырғып кетеді, өз-өзін күтуге жарамсыз. Мұндай жағдайда оған қосымша көмек көрсететін адамдарды қажет етеді. Мәжбүрлі, пациент өзін мазалайтын ауру сыну сезімін азайту немесе тоқтату үшін қабылдайды. Ол өзіне ыңғайлы қауіпті іздейді. Мысалға, құрғақ плевритте, яғни плевраның қабатының қабынуы кезінде ол құрғақ және ылғалды, ол кезде ауырған бүйірін қысып жатады. Мысалға, плевра бізде өкпені қаптап тұратынын білеміз. Яғни сол оң жақ плеврит болатын болса, науқас оң жақ бүйірін қысып жатады. Қабырға сынғанда сау жағында жатады, яғни сынған жағына қарама-қарсы. Ортопноя, қатты ентіккен кезде төсекте амалсыз тік отыру қаупі, ентігуді азайту үшін, ауа келуді жақсарту үшін науқас өзіне қайғылыпты отырудың позасын іздейді. Амалсыз шынтақпен тізеге сүйену қаупі, эксудативті плевритте. Қалпы, яғни осанка және жүруі. Қалпы өзінің денесін ұстауы, ол қаншалықты түзу екен анықтайды. Адам басын ұстайды, ол егер ол тіке отырса және тұрса, яғни өзі отыра алатын болса, бұл дұрыс. Егер де өзі отыра алмайтын болса, не қиналып отыратын болса, патологиялық қауіп деп аталады.
Жүру адамның жүру тәсілі, дені сау жүріс адам қатты сенімді және серуендеу кезінде де оған ешқандай қиыншылық алып келмейді. Ауруханаға өз аяғымен еркін жеңіл түрде келеді. Енді патологиялық түрлерінде жүрудің атаксиялық жүріс аяқтарын қадамдарын кең жайып сенімсіз жүреді. Ұзындығы бойынша бір келке емес, оны бүйірден бүйірге лақтырып жүреді. Спастикалық атаксикалық дененің теңгерімсіз қозғалысы, тізе буынындағы жеңіл созылу, тұрақсыздық сол сияқты. Кейін Паркинсон кезінде, бұл кезде Паркинсонда денен алға қарай бүгілген поза попрошайки, қайыр сұрап жатқан поза сияқты деп атайды. Қолдары сәл бүгілген, аяқтары тізе буынында қайтайған және бүгілген. Науқасқа кішкентай қадамдармен жүреді. Араластыру қадамдары шаркающая походка дейді, және мелкая походкалар кішкентай қадамдармен жүреді. Біртіндеп жеделдетеді, қадамын тоқтатуға қабілетті емес. Таңбаланған, яғни штампирующая походка дейді. Қадамдары ритмді және біркелкі, саусақтары бар, аяқ төмен түсіп, еденге шапалақтап жүреді жүрген кезінде. Енді бетін қарайтын болсақ, бастың формасы дұрыс немесе асимметриялы, дальхоцефалия, брахоцефалия. Өлшемі өзгеруі мүмкін. Гидроцефалия кезінде бас шектен тыс үлкен болады, ал микроцефалияда бас көлемі кіші болады. Өздігінен бастың қозғауы паркинсонизмде, бастағы пульсация аортарды қақпақшаның жетіспеушілігінде, оны пляска каротида деп атайды, мюсси симптомы деп атайды кешірісті. Басты қараған кезде құлақпен және сыртқы тесігіне де көңіл бөліп кету керек. Бетін қараған кезде беттің қабағын, көзін, мұрнын, мойнын қарау керек. Беттің жағдайы әртүрлі психикалық, патологиялық және соматикалық жағдайда жасына, жынысына байланысты өзгереді. Бет ұзын, сопақша, дөңгелек, симметриялы, асимметриялы және склераның түсіне де қараймыз. Қабақтар ісінуі, қарайып, тоздың болуын, яғни тоз деген бір немесе екі қабақтың түсуі, көз саңлауына қарайсақ және көз алмаларына экзофтальм, көз алмасының батуы эндофтальм, көз саңлауының тарылуы мен көздің бір жақты батуы және жоғарғы қабақтың түсуі Горнер симптомы кезінде. Конъюнктива түсін қараймыз. Дені сау адамда ол қызғылт түсті, конъюнктива бозғылт көкшіл болуы, цианоз болуы мүмкін, гиперемиялық болуы мүмкін, немесе өте көп ұйықтамаған адамдар кезінде көздері астары қарайып тұруы мүмкін және көздері қызарып тұруы мүмкін. Көп телефон не қолдан көзін демалдырма адамдарда да көз іші қызарып тұруы мүмкін конъюнктива. Склера тамырлардың түсі мен инъекциясын анықтайды. Дені сау адамның склерасы ақ түсті патологиялықта кезінде сарғаю болуы мүмкін, яғни сарғаю ауру кезінде билирубин бұзылуының әсерінен, және көк болуы мүмкін анемия кезінде. Қарашық қуардың пішіні тарылуы, яғни миоз, кеңею, мидриаз деп аталады. Біркелкі емес кеңею, анизарикария, пульсация ырғақты тарылуы және кеңеюі, қолқа клапаны жеткіліксіз болған кезде байқалады. Жарыққа реакция, науқастың көзі қолымен жабылған кейін жабамыз, кейін қолды тартып алғанда қарашықтың тарылуы. Анда мидриаз және миоз көрінген. Мойында қараған кезде қалыпты пішінді, деформацияланған, ұзын, орташа, қысқа мойын шеңберіне мән беру керек. Үлкеюі қалқанша безінің гипертрофиясының немесе лимфоциттердің үлкеюіне байланысты. Мойын омыртқасының қисаюы болуы мүмкін. Ұйқы артерияларының айқын пульсациясы каротид бейі деп айтылады. Мойын көк тамырларының пульсациясы және ісінуі. Стокс жағасы, беттің, мойынның және жоғарғы жақтың айқын ісінуі. Кеуде қуысының жартысы, жоғарғы қуыс венаның қысылу белгісі, қолқа аневризмасы, медициналық ісік, кестернальды зоб кезінде сток жағасы болуы мүмкін. Ауыз қуысын қараған кезде бір қатар аурулар мен тілдің өзіндік ерекшеліктерінде байқаймыз. Тілдің едәуір ұлғаюы, микседема және акромегалияға тән, таза дымқыл және қызғыл тіл ойық жараға тән, таңқурай тісі скарлатинада кездеседі. Емізікшелері жоқ
тіл тегіс жылтыр түсті. Ол B12 және фолия тапшылығы анемиясына тән. Ортасында жабындымен қапталған және ұшында таза, шеттерінде таза тіл, іш сүзегінде кездеседі. Тіл эпителийінің жергілікті қалыңдауы лейкоплакия кездеседі темекі шегушілерде. Теріні қараймыз. Тері бұл адамның ең үлкен жабын орган болып табылады. Терінің түсіне, эластикалық қабілетіне, ылғалдылығына, бөртпелерге, тыртықтарға көңіл аударамыз. Терінің түсі бозғылт, сарғыш, жер түсті, күл түстес немесе қоңыр болуы мүмкін. Терінің эластикалық қабілетін немесе тургорын екі саусақпен бүгу арқылы анықтаймыз. Терінің ылғалдылығы көбіне терлегенде болады. Және басқа, егер де терінің ылғалдылығын шамадан тыс болатын болса, онда бұл патологияның белгісі болуы мүмкін. Терінің бөртпелері әртүрлі болады: петехия, пурпура, эритема, күлбір, қабыршақтар. Тері асты майқабатының дамуы қалыпты, төмендеген және жоғарылаған болуы мүмкін. Сонымен қатар ісінулердің бар жоқтығын көреміз. Бұлшықет жүйесін қарау. Бұлшықеттің даму дәрежесін анықтаймыз. Ол пациенттің жұмысына, спортпен шұғылдануына байланысты болады. Сонымен қатар аяқ-қолдарының, омыртқаның, кеуденің, бас сүйегінің әртүрлі кемшіліктеріне байланысты. Буындарды қараған кезде оның конфигурациясына, ауырсынуына, қозғалысының шектелгеніне және маңындағы ұлпаларда ісік, гиперемия болуына қараймыз. Аяқ-қолдарды қарау кезде тамырлардың варикозды кеңеюін, ісіктің бар жоқтығын, терінің, бұлшықеттің өзгерісін, аяқ-қолдың дірілдеуін, деформациясын, буын маңының гиперемиясын, ісігін қараймыз және тыртық, жараларға мән беру керек. Табанның формасына қараймыз. Жалпы табандылық бар ма немесе басқа да патологияларды анықтау үшін. Келесі сүйектеріне қарау. Сүйектердің деформациялардың болуы, қисықтық немесе ісінуі анықтайды және пальпация жасаймыз. Кішкентай деформациялар, яғни бас сүйегінің сүйектерінде, кеуде, омыртқа және аяқ-қолдарда деформациялар бар ма? Бетке орналасқан сүйектерді пальпация арқылы анықтауға болады. Кейін акромегалия көзге көрініп тұрады. Шамадан тыс сүйектер өскені ол саусақтарда болуы мүмкін, немесе төменгі жақ сүйектері байқалады. Рахиттік көріністер: қабырғаның шемшектерінде түйіндер пайда болады. Рахиттік чөтік деп аталады. Яғни төменгі аяқтардың қисаюы, аяқтары о тәрізді болады және ауырсыну байқалады сүйектерді пальпация жасағанда. Лимфотиіндерін қарау. Лимфотиіндерін көп жағдайда қаралмай қалып кетеді, неге оны да қарау керек болып табылады. Қалыпты жағдайда лимфотиіндері көзге көрінбейді және қолға ұсталмайды. Патология көлеміне байланысты лимфотиіндері бұршақ мөлшерінен алманың мөлшеріне дейін жетуі мүмкін. Оның көлеміне, ауырсынуына, жылуына, консистенциясына, теріге жабысқандығына қараймыз. Лимфотиіндердің пальпациясын жоғарыдан төменге қарай жүргізеді. Шүйделік, құлақ арты, жақ асты, иек асты, бұған асты және астындағы қолтық асты, шынтақ, мықын аймақты, тізе асты лимфотиіндері. Дене бітімін қарау. Дене бітімі дұрыс болған кезде дененің екі жартысы симметриялы болады. Дененің жеке бөліктерінің өлшемдері: бас, дене, аяқ, қол пропорционалды. Омыртқаның, кеуде қуысының деформациясы жоқ. Мөлшерінің диспропорциясы немесе қандайды бір деформацияда. Кеуде қуысының пропорциясы. Кеуде мен іштің ара қатынасын қараймыз. Іштің мөлшері үлкен, орташа, кішкентай. Шығыңқы кеуде деңгейінен жоғары, шығыңқы емес, батып кеткен. Аяқ-қолдардың симметриялы дамуы. Олардың ұзындығы ұзын, пропорционалды, қысқа. Дене бітімі бұған науқастың салмағы, бойы, конституциясы жатады. Конституциясы ағзаның морфологиялық және функционалды ерекшеліктерінің жиынтығы. 3 типте болады. Астеникалық түрі. Дененің тік өлшемдері көлденең өлшемдерден ұзын болуы, аяқ-қолдары денеден ұзын. Май шел қабаты 1 см-ден кем, эпигастральды бұрыш 90 градустан кем. Гиперстениялық түрі. Дененің көлденең өлшемдері тік өлшемге қарағанда басым болуы, аяқ-қолдары қысқа, май шел қабаты 1 см-ден артық, эпигастральды бұрыш 90 градустан көп. Астеникалық тип пен гиперстеник арасындағы орташа тип эпигастральды бұрыш 90 градусты құрайды. Бойы, салмағы дәрігердің қарауына дейін мембеке анықтайды. Дене салмағының индексі, оның бағасы, яғни нормадан жоғары немесе төмен болады. Дене салмағының индексі ИМТ деп те атайды, индекс массы тела. Салмақты бойына
салмақ бөлінген бой метр квадрат. Мысалға менің салмағым 50 болса, оны бойдың 150-ді соған бөліп есептейді. Дейін 19 килограмм метр квадратқа дейін салмақ жеткіліксіз. 19 бен 24,9 килограмм метр квадрат арасында қалыпты салмақ. 29,9 килограмм метр квадрат арасында артық салмақ. 30 килограмм метр квадрат арасында және одан жоғары семіздік деп бөлінеді. Жалпы қарау осы. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге жалпы қарау түсінікті болды деген ойдамын. Енді науқастарды қалай жалпы қарау жүргізу керек екендігін толық біліп алдыңыздар.